Туризм және спорт экс-министрі Ермек Маржықпаевты тақтан тайдырған кім? Ставку сделали, Нора. 5, я на 5 еле забежала там. Енді Қазақстанның спорт тізгінін ұстау бақыты кімге бұйырады? Профильное ведомство должно провести детальный анализ. Және Тоқаев Маржықпаевты неліктен қызметінен босатты? Граждане ожидают от наших спортсменов впечатляющих достижений. Жазбен бірге қызметінен кеткен экс-министр Маржықпаев мырза тағы 2 күн шыдағанда осы лауазымындағы 1 жылдығын атап өтер еді. Шенеуніктің жұмыстан босатылғаны туралы президенттің қаулысы Ақордада жарияланды. Бірақ Ермек Боранбайұлының не себепті шеттетілгені айтылмапты. Экс-министрдің жылы креслосынан не себепті алынғаны айтпаса да түсінікті шығар. Тоқаев осыдан бірер күн бұрын Олимпиада жүлдергерлерімен кездесіп, саладағы бар былықтың бетін ашқан еді. Қомақты миллиардтар қаржы бөлініп жатыр, алайда айтарлықтай нәтиже жоқты беттеріне басты. Халықта сенім артты, алайда үміт ақталмады деп аямай сынады. По объему финансирования мы первые в регионе и даже за его пределами. Поэтому справедливо, что по некоторым дисциплинам граждане ожидают от наших спортсменов впечатляющих достижений на международных соревнованиях. Профильное ведомство должно провести детальный анализ. Бұл сыннан соң экс-спорт министрі үнсіз қалмады. Ол ұлттық құраманың Париждегі сәтсіздігіне федерация басшылары жауапты деді. Мысалы, үміт артылған Нораға ақша шашылғанымен медаль әкелмеді. Ставку сделали, Нора. Вы же видели, как она квалификацию, она там из 15 5, я на 5 еле забежала там. Помните, доли секунды она, там тоже сомнения были, очень серьезные. Есіңізде болар, қазақстандық ракеткалар Путинцева мен Рыбакина сырқаттарына байланысты Олимпиадаға бармай қалған еді. Енді олар алдағы уақытта ұлттық құраманың атынан халықаралық жарыстарға қатыспауы мүмкін. Мәжіліспен бірігіп депутаттармен легионерлер болашақта болмайды деп осындай ұсыныс шығып жатыр. Қазір модернизация өтеміз, федерацияның басшылары осады деп ойлаймыз. Легионерлерге қатысты сіздің пікіріңіз қандай? Енді Маржықпаевтың орнына кім келеді? Жалпы спорт министрлігін басқаруға кім лайықты деп санайсыз? Комментарий жазыңызда, тіркелуді ұмытпаңыздар.